Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары, бүгін мен сіздерге аш қарынға су ішудің 9 пайдасы жайлы және күніне қанша литр су ішу керектігі жайлы айтатын боламын. Сіз күнделікті таңертең аш қарынға су ішесіз ба? Және күніне қанша литр су ішесіз? Комментарийге жаза кетіңіз. Аш қарынға су ішудің көптеген пайдалы әсерлері бар. Бұл әдет ағзаға бірқатар оң өзгерістер әкелуі мүмкін. Міне аш қарынға су ішудің кейбір пайдалы әсерлері. Бір, денені тазарту. Аш қарынға су ішу ағзаның токсиндер мен артық заттардан тазартылуына ықпал етеді. Бұл процесс ағзадағы оттарды шығарып, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. 2. Метаболизмді жылдамдату. Су метаболизмді жеделдетуге көмектеседі. Бұл энергияның тиімді пайдалануына және артық салмақты кетіруге оң әсер етеді. 3. Асқазанның жұмысын жақсарту. Су аш қарынға ішілгенде асқазанның жұмысын ынталандырады, ас қорыту ферменттерінің белсенділігін арттырады. Бұл асқазан мен ішектің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. 4. Теріге пайдалы әсері. Су терінің ылғалдылығын арттырады және тері ұлпаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Аш қарынға су ішу терінің жарқырап, сау көрінуіне ықпал етеді. 5. Тоқтық сезімін ояту. Су аш қарынға ішу тәбетті басуға көмектеседі. Бұл сізге артық тамақтанудан сақтануға және тағамды дұрыс мөлшерде тұтынуға мүмкіндік береді. 6. Қан айналымын жақсарту. Су ағзада қан айналымын жақсартады, соның нәтижесінде барлық мүшелер мен жүйелер тиімді жұмыс істей бастайды. 7. Шаршауды жеңілдету. Аш қарынға су ішу ағзаны сергітеді, шаршауды жеңілдетіп күні бойы қуат береді. 8. Жүрек қан тамырлары жүйесінің денсаулығына әсері. Су жүрекке оң әсер етеді, қан айналымын жақсартып, қан қысымын қалыпқа келтіруге көмектеседі. 9. Ағзаны детоксикациялау. Аш қарынға су ішу ағзаны табиғи түрде тазартуға көмектеседі. Бұл әсіресе артық тұзды және қантты азық-түліктерді тұтынғаннан кейін маңызды. 10. Құрамындағы минералдар. Егер суға лимон немесе басқа да табиғи ингредиенттер қосатын болсаңыз, бұл ағзаны минералдармен қамтамасыз етеді, әсіресе витамин мен антиоксиданттармен. Қорытынды. Аш қарынға су ішу денсаулық үшін өте пайдалы, бірақ бұл әдетті бірден енгізу үшін ағзаны тыңдап, мөлшерін дұрыс бақылау маңызды. Бұл әдет ағзаға оң әсер етіп, күн бойы сергек әрі белсенді болуға көмектеседі. Су ішудің дұрыс уақыты мен күніне қанша литр су ішу керектігі туралы маңызды мәліметтерді төменде келтірдім. Су ішудің дұрыс уақыты. 1. Таңертең аш қарынға. Таңертең тұрып, аш қарынға 1 стакан су ішу өте пайдалы. Бұл ағзаны оятып, метаболизмді іске қосады, ас қорыту жүйесін жақсартады және денеден токсиндерді шығару процесін бастайды. 2. Тамақтанар алдында 30 минут бұрын. Тамақтан бұрын су ішу ас қорыту процесін жақсартады, тойымды сезім береді, бұл артық тамақтанудан сақтануға көмектеседі. 3. Тамақтан кейін 1-5 сағат өткен соң. Тамақтанғаннан кейін бірден су ішпеу керек, өйткені бұл ас қорытуға кедергі келтіруі мүмкін. Алайда 1-5 сағат өткен соң су ішу ас қорыту процесін оңтайландырады. 4. Физикалық жаттығулар кезінде. Спортпен шұғылданған кезде ағза көп сұйықтық жоғалтады, сондықтан жаттығу кезінде су ішу маңызды. Жаттығудан бұрын, кезінде және кейін су ішу ағзаны қалпына келтіреді. 5. Ұйқыға дейін. Ұйықтар алдында аз мөлшерде су ішкен жөн, өйткені бұл ағзаны түнде сусызданудан қорғайды. Бірақ тым көп су ішпеуге тырысыңыз, өйткені бұл ұйқының сапасына әсер етуі мүмкін. Күніне қанша литр су ішу керек? Орташа алғанда, ересек адам күніне 2-5 литр су ішу керек. Алайда, су мөлшері адамның жасына, физикалық белсенділігіне, денсаулығына және климаттық жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін. Осыдан бөлек ескеретін маңызды факторлар.
Физикалық белсенділік. Егер сіз спортпен айналысатын болсаңыз, немесе күнделікті жұмысыңызда көп қозғалаңыз, су мөлшерін арттыру қажет болады. Климатыңыз. Ыстық ауа райында немесе жоғары ылғалдылықта көп су ішу керек, себебі ағза көп терлейді. Аурулар мен жағдайлар. Кейбір аурулар немесе денсаулық мәселелері, мысалы, бүйрек проблемалары, жүрек аурулары, су мөлшерін шектеуді талап етуі мүмкін. Сондықтан дәрігермен кеңесу ұсынылады. Қандай белгі берсе, су жетіспей жатқанын білуге болады. Ағзаның сусыздануының белгілері: ауыздың құрғауы, шаршау, зәрдің қою түске боялуы, терлеудің азаюы. Егер сіздің денеңізге қажетті су мөлшерін дұрыс қамтамасыз етсеңіз, ағзаңыз жақсы жұмыс істейді және сіздің энергияңыз артады. Видео пайдалы болса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.